Облыста биыл қант қызылшасының егін көлемі ұлғайып 13 мың гектарға жетті. Өткен жылмен салыстырғанда 708 гектарға артық. Өңір диқандары көктемгі дала жұмыстарының маңызды кезеңін толық аяқтады. Шаруаларға көктемнің шуақты күндері де қарайласты дейді. Қант қызылшасын егу жұмыстары облыста 1 сәуірден басталды. Қазіргі таңда Жетісу өңірінде бұл дақылды өсірумен 540-қа жуық шаруа қожалығы айналысады. Солардың бірі Көксу ауданындағы Кеңдала шаруа қожалығы. Шаруалар биыл да мол өнім алуға ниетті. Біз егіп жатқанымыз біріншіден ол ерте піседі, және қыркүйек айында біз еккен алқабымыздың жартысын өткізіп аламыз заводқа. Өйткені біз жай пісетінде егетін болсақ, оның бәрі бізге 11-12 айға қалады да, оның бәрі бізге түгел жинау мүмкін емес. Сондықтан біз жартысын жаңағы ерте пісетін алып жатырмыз, жартысын жай пісетін түтінді алып жатырмыз. Заводқа өткізуге бізге мүмкіндігіміз бар да, 11 айда, қыркүйек айында біз жартысын ерте жинап аламыз да, келесі жылға қант қызылшасын егетін жерімізді дайындап алуға мүмкіншілігіміз бар. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының болжамы бойынша биылғы маусымда қант қызылшасынан шамамен 585 мың тонна өнім жинау жоспарланған. Саланы дамытуға мемлекет тарапынан да қолдау көрсетілуде. Ал енді мемлекеттік қолдау жағына келетін болсақ, қазіргі кезде осы себілетін тұқым, қолданылатын минералдық тыңайтқыш, ол жерде қолданылатын химиялық препараттар, гербицид бар, инсектицид бар. Соның барлығына мемлекет өзінің қолдау ретінде субсидиясы бөлінген. Былтырғы жылмен салыстырған кезде шамалы артық қаражат бөлінді. Жиналған өнім толықтай Ақсу және Көксу қант зауыттарына жөнелтіледі. Бұл өңірдегі қант өндірісін дамытуға, ішкі нарықты отандық өніммен қамтамасыз етуге және ауылдық жерлердегі тұрақты жұмыс орындарын сақтауға оң әсер етпек. Мамандардың айтуынша, қолайлы ауа райы мен агротехникалық талаптардың сақталуы күзде мол өнім алуға негіз болады. Нұрай Базархан, Аяужан Болатқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы.